Математика пәні 4-ші сынып 128 және де 129 сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қорытындылау есептері. Бірінші есеп есепті шығар. Саябақты көгалдандыру үшін қыш ыдыстар сатып алу керек. Ұзындығы 5 метр 10 см қабырғаға жағалай орналастыру үшін диаметрі 85 см дөңгелек пішінді қанша қыш ыдыс сатып алу қажет дейді. Бізде 5 метр 10 см дегеніміз сантиметрге айналдырсақ 510 сантиметрді құрайды, яғни қабырғаның ұзындығы бізде 510 сантиметрді құрайды, және де осыған 85 сантиметрлік дөңгелек пішінді қанша қыш ыдыс сатып алу қажет дейді. Ол үшін біз 510-ды бөлеміз 85-ке, сонда бізде 6 шығады. Демек, 6 ыдыс сатып алуымыз қажет екен. Әрі қарай екінші есепті шығар. Тік төртбұрыш пішінді қыш астаудың ұзындығы 4-тен 3 метрге, ал ені 4-тен 1 метрге тең. Қабырғаларының ұзындығын сантиметрмен тап. Қыш астаудың табанының ауданы мен периметрін есепте дейді. Бізде ұзындығы 4-тен 3 метр деп тұр. Бұл 4-тен 3 метр дегеніміз бізде сантиметрге айналдыратын болсақ, 1 метрде 100 сантиметр бар. Демек, 100-ді бөлеміз 4-ке, оны 3-ке көбейтеміз, яғни 75 сантиметр екен. Келесі ені 4-тен 1 метрге тең деп тұр. Яғни тағы да 1 метрде бізде 100 сантиметр бар. Айналдыратын болсақ, сантиметрге 100-ді бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 1-ге 25 сантиметр шығады. Демек, ұзындығы 75 сантиметр, ал ені 25 сантиметрге тең. Енді бізге периметрін табуымыз қажет. Периметрдің формуласы бізде 2 көбейтілген жақша ішінде А қосылған Б. 2 көбейтілген жақшаның ішінде 75-ке 25-ті қосамыз. Тең болады 2 көбейтілген 100 тең 200-ге. Демек, периметрі 200-ге тең. Келесі ауданын табайық. Ауданын табу үшін біз ұзындығы мен енін бір-біріне көбейтеміз. Демек, 75-ті көбейтеміз 25-ке. Бізде 1875 см квадрат шығады. Демек, ауданы 1875 см квадратқа тең. Әрі қарай, үшінші есеп теңдеулерді шеш. Бірінші есеп 80-нен 72 азайтылған жақша ішінде x азайту 80-нен 12 жақшаны жабамыз, тең болады 80-нен 15-ке. Теңдеуді шығарайық. X азайтылған 80-нен 12 тең болады 80-нен 72 азайтылған 80-нен 15. X азайтылған 80-нен 12 тең болады 80-нен 57-ге. Бұл жерде x-ті табу үшін 80-нен 57-ге қосамыз 80-нен 12-ні. Бөлімдері бірдей, алымын қосайық. 57-ге 12-ні қосқанда 69. Сонда x-тің мәні 80-нен 69-ға тең. Екіншісі 125-тен 116 азайтылған жақша ішінде 125-тен 41 азайтылған x жақшаны жабамыз, тең болады 125-тен 94-ке. Жақшаның ішін теңдеудің сол жағына жазайық. 125-тен 41 азайтылған x тең болады. Теңдеудің оң жағына 125-тен 116-ны өткіземіз, азайтамыз 125-тен 94-ті. Азайтқанда бізде 125-тен 22 шығады. Бұл жерде x-ті табу үшін 125-тен 41-ден азайтамыз 125-тен 22-ні. X-тің мәні 125-тен 19-ға тең болады. Әрі қарай келесі теңдеу 40-тан 4 қосылған y қосу 40-тан 16 тең болады 40-тан 31 қосылған 40-тан 6-ға. Бұл жердегі бөлшектерді қосып аламыз. 40-тан 4-ке 40-тан 16-ны қосайық. 40-тан 20 шығады бізде. Және де 40-тан 31 мен 40-тан 6-ны қосқанда 40-тан 37 шығады. Демек, теңдеу бізде 40-тан 20 қосылған x тең болады 40-тан 37 болып өзгереді. Енді бұл жерде y-ті табу үшін 40-тан 37-тен азайтамыз 40-тан 20-ны. Y тең болады 40-тан 17-ге. Әрі қарай, төртінші теңдеу 90-нан 60 азайтылған жақша ішінде 90-нан 6 қосылған x жақшаны жабамыз, тең болады 90-нан 29-ға. Енді бұл жердегі жақшаның ішіндегі өрнекті теңдеудің сол жағына жазамыз, 90-нан 6 қосылған x деп. Теңдеудің оң жағына бөлшектерді өзгертеміз. 90-нан 60-ты азайтамыз 90-нан 29-дан. Енді 90-нан 60 қосылған x тең болады 90-нан 31-ге. Бұл жердегі x-ті табу үшін 90-нан 31-ден азайтамыз 90-нан 6-ны. X тең болады. Бөлімнің өзін жазамыз. 31-ден 6-ны азайтқанда 25. Демек, x-тің мәні 90-нан 25-ке тең. Әрі қарай, төртінші есеп, сызба бойынша есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Сызбаға қарайтын болсақ, бізде жылдамдықтары белгілі 90 км сағат және 70 км сағат
жылдамдықпен 3 сағатта 220 километрді жүрген, және де бұл жерде табуымыз қажет біздің 3 сағаттан кейінгі арақашықтықтарын табуымыз қажет. Ол үшін біз қашықтау жылдамдығын қолданамыз. Демек, V1-ге V2-ні қосамыз, 90-ға 70 км сағатты қосамыз, сонда бізде 160 км сағат шығады. Енді екінші арақашықтықты табу үшін осы 160-ты 3 сағатқа көбейтеміз, сонда 480 км шығады. Енді 480 километрге 220 километрді қосқанда 700 километр шығады. Демек, 3 сағаттан кейін бұлардың жылдамдығы бізде 700 километрге тең болады. Екінші Ә нұсқасында бізде екі автокөлік бір жерден екі бағытқа қарай шығады. Біріншісі 90 км сағат жылдамдықпен шықса, екіншісі 70 км сағат жылдамдықпен шығады. Және де осы шыққаннан 3 сағат тоқтамай жол жүреді. Сол қанша жол жүргенін бізге табуымыз қажет. Ол үшін біз бірінші қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Қашықтау жылдамдығының формуласы бізде V1-ге V2-ні қосамыз, яғни екі жылдамдықты қосамыз. 90-ға 70-ті қосқанда бізде 160 км сағат шығады. Енді осы қашықтау жылдамдығының көмегімен біз жалпы арақашықтықты тауып аламыз. Демек, 160-қа 3 сағатты көбейтеміз, сонда 480 км шығады. Демек, бізде екі көлік 3 сағатта 480 км жолды жүреді. Әрі қарай 5-ші есеп, диаграммада оқушының тәулік бойы әртүрлі іс-әрекетке жұмсаған уақыты бейнеленген. Диаграммадағы мәліметтер бойынша кесте құр, сағаттағы уақытты анықта дейді. Бізде жалпы бір тәулік көрсетілген диаграмма бойынша. Бұл жерде әртүрлі түспен бөлшектерге бөлінген. Бірінші жасыл түсте мектептегі сабақ берілген. Келесі қызғылт түсте үй тапсырмасы, сары түспен таза ауаға шығу, көк түспен дене жаттығулары мен еңбек, және де күлгін түспен тамақ ішу, қызығатын ісіңмен айналысу бізде сарғыш түспен берілген, және де қою күлгін түспен ұйқы уақыты көрсетілген. Енді диаграммаға қарайтын болсақ, бізде жалпы осы дөңгелекті 4 бөлікке бөлетін болсақ, осы 4 бөліктің бізде бір бөлігі толығымен жасыл түске боялған, яғни 24-тің 4-тен бір бөлігін табайық, бізде 6 сағат шығады. Демек, бір тәуліктің 6 сағаты бізде мектептегі сабаққа кетеді. Енді келесі суретке қарасақ, үй тапсырмасы және таза ауаға шығу, дене жаттығулары мен еңбек сабақтарына бізде бірдей бөліктегі уақыттар кетеді. Демек, оны табу үшін біз жалпы осы жаңа 4 бөлікке бөлген дөңгелекті тағы да 3 бөліктен бөліп, жалпы 12 бөлікке бөлеміз. Сол 12 бөліктің бір бөлігін табамыз. Ол үшін 24-ті бөлеміз 12-ге, оны бірге көбейтеміз, сонда 2 сағаттан келеді. Демек, үй тапсырмасы және таза ауаға шығу, дене жаттығулары мен еңбек сабақтарына бізге 2 сағат уақыт кетеді. Әрі қарай тамақ ішу уақытын табу үшін біз сол жаңағы 12 бөлікке бөлінгенді тағы да ортасынан бөлеміз, сонда бізде 24 бөлік болады. Демек, 24-тің бір бөлігін табу үшін 24-ті 24-ке бөліп, оны бірге көбейтеміз, сонда бізде 1 сағат шығады. Демек, тамақ ішуге 1 сағат уақыт кетеді. Әрі қарай қызығатын ісіңмен айналысуға бізде тағы да 24-ті 12-ге бөлеміз, оны бірге көбейтеміз, сонда 2 сағат кетеді екен. Ал ең соңғы ұйқыға бізде 24-ті 24-ке бөліп, оны бірге көбейтеміз, бізде 1 сағат кетеді. Әрі қарай 6-шы есепті суреттің көмегімен шығар дейді. Бір қатарда қойылған 4 хат қалтаның әр қайсысына олардың ішіне салынған 2 дөңгелектің түстері жазылған. АА, АЖ, АQ және ЖQ. Бұл жердегі А ақ, Ж жасыл түс, Q қызыл түс. Бірақ әр жазба көршілес хат қалтаның ішіндегі сәйкес келеді. Хат қалтаның әр қайсысына қандай дөңгелектер салынған дейді. Бізде берілгенде әр жазба көршілес хат қалтаның ішіндегі сәйкес келеді дейді. Демек, бірінші бізде АА хат қалтасы көрсетіліп тұрса, ол соның қасындағы сәйкес келсе, демек бізде бірінші хат қалтада ақ түсті дөңгелектер салынған, ал екінші ақ қалтаға бізде тек қана ақ түсті салынған, ал бірінші ақ қалтаға ақ түсті және жасыл түсті хат қалта салынған.
Екінші суретке қарайтын болсақ, біріншісінде ақ деп тұр, екіншісінде жқ деп тұр. Демек, екіншісіне сәйкес келсе, біріншісінде бізде ақ және жасыл түсті дөңгелектер салынған, ал екіншісіне жасыл және қызыл түсті дөңгелектер салынған. Келесі 7-ші есеп. А нұсқасы тік төртбұрышты гүлзардың ені 12 метр. Бұл оның ұзындығының 1/3 бөлігін құрайды. Гүлзардың ұзындығын тап. Бізде жалпы гүлзардың ені 12 метрді құрайды. Бұның 1/3 бөлігін табу үшін 12-ні 1/3 бөліп 3-ке көбейтеміз. Бізде 36 метр шығады. Демек, гүлзардың ұзындығы 36 метрге тең. Екінші ә нұсқасы осы берілген есепке кері есеп құрастыр және шығар дейді. Бұл жерде гүлзардың ұзындығы 36 метр деп алайық, және де бұл енінің 3/3 бөлігін құрайды дейік. Сонда 36-ны 3-ке бөлеміз, оны 1-ге көбейтеміз, бізде 12 метр шығады. Демек, тік төртбұрышты гүлзардың ені бізде 12 метрге тең екен. Осымен бүгінгі есептер аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.